Бәріңізге сәлем. Бүгін ет жоқ кезде жасауға болатын үйдегі бар заттармен жасай қоятын осындай сәбізбен ораманнан жасаймыз. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Суымыздың ішіне бір жұмыртқамызды қосып, содан кейін тұзымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқаннан кейін ұнымыздың ортасын ашып, осылай суымызды құйып отырып, осылай қамыр илейміз. Қамырымызды осылай илеп, жақсылап иінін қандырып, бізде тығыздау, кішкене қаттылау нан шығады. Жақсылап бетін жауып 25-30 минутқа тындырамыз. Келесі кезекте біз салмасын дайындаймыз. Сәбізді рулет болғандықтан, тек қана сәбіздің өзінен жуа қосып жасасаңыздар да болады. Мен кішкене дәмі шығу үшін картоп та қостым, жуа да қостым. Осында 4 дана картоп, 3 дана сәбіз қостым, 2 жуа қостым. Барлығын осылай турап алғаннан кейін келесі кезекте сәбізімізді үккіштен өткіземіз. Келесі кезекте картопымызды үккіштен өткіземіз. Салмамыздың барлығын алдын ала осылай өткізіп дайындап қоямыз. Бірінші жуамызды енді қуырып алатын боламыз. Табамызға майымызды құйып, қосқаннан кейін жуамызды салып, жақсылап 5 минуттай қуырып аламыз. Жуамыз кішкене қуырғаннан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Біздің сәбізімізді 10 минуттай қуырамыз. Барлығын жақсылап осылай араластырып аламыз. Содан кейін үстіне тұзымызды саламыз. Осы жерде қара бұрыш салсаңыздар, дәмі өте жақсы болып шығады. Мен қара бұрыш қосқан жоқпын. Енді картопымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. 5 минут қана ұстаймыз, содан кейін біздің салмамыз дайын болады. Біздің қамырымыз дайын болды, жұмсақ болып шықты. Енді қамырымызды ұн сеуіп, бірінші қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымыз дайын болды, барлығын жұқалап жайдық. Енді үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, барлығын жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін салмамызды ішіне салып, барлығын жайып шығамыз. Дайын болғаннан кейін шетінен бастап рулет жасаймыз. Барлығын жақсылап орап шығамыз. Мантаваркімізге майды жағып, 3 орамамызды да салып, енді қайнап тұрған суда 30 минут пісіріп аламыз. Алдағы уақытта қызықты тағам түрлерімен, салат түрлерімен бөлісемін. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңыраушаны бассаңыз, менің әрбір салған видеоларым шығып тұратын болады. Достар, біздің тамағымыз, орамамыз дайын болды, пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйде ет болмаған кезде, немесе еттен басқа тамақ жасағыңыз келген кезде осындай тамақ жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізбен бірге болған Гүлбақыт. Назарыңызға рахмет.